Датчик распредвала Subaru Legacy трехкубовый. Наверное, бәрін болгаркамен кестім да. Сөйтіп, мына корпусынан бөлек суырылады екен. Суырсаң, ішінде кәдімгідей датчик холла басында. Енді андай маркасы. Андай деталюшкалар бар екен. Датчикті ұрсаң, істемей қалады, ұрсаң істеп кетеді. Сосын пайкаларында, может быть, микротрещина бар шығар деп. Штекер деп айтты ғой маған. Штекерін алып тастадым да, прямой пайт еттім. Үш штекерін алдым да, прямой пайт еттім. Штекерден емес екенін болғаннан кейін соны түсініп, ол кісілер қазір датчик іздеп кетті. Мен айттым, датчик болды ма, бітті ма шаруасы, ашып көре берейін ба деп едім, ашып көре бер деді. Жөндеп атсам, может, жөндеп тастайым дедім. Сонымен біз онда жүре берейік, сен көре бер деді. Аштым. Ішінде андай резисторлар бар екен. Бәрін бір пайт етіп шығам. Несі датчик холласы магнитімен. Аты міне 011 RS ба? 011 BS 21 S3U. Датчик холла. Осы ғой главный сезетін. Дальше мыналардың бәрі резисторлері. Істеп тұр датчик распредвал. Ұрсаң істемей қалады, тағы ұрсаң істеп кетеді, сондай болып тұр.